көңілді жыртық шеңберіңізді барыңызды бердімші. Сарынға үңіліп, екі баққан жүгіріп, зіркіреді бақ, ағаштардан аттап, олар ерте тұрады, беті қолын жуады, оңға солға шайқалып, бақылдайды ән салып, судан жілпей табады, өсіп үлкен болады, бақ, Жарайсыңдар балалар, бізге қонақ келген сияқты. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сәлеметсіз. Ханшайыммын білім әлемінен сендерге арналған керемет кітап алып келдім. Сендердің өздерінің кітап бұрыштарында керемет екен, тамаша. Ендеше осы кітап бұрышына тағы да бір әдемі қазіргі заман талабына сай кітапты қосамыз. Сендерге сыйлығым. Қанеке балалар, енді мен сендерге осы кітаппен таныстырайын. Мінеки балалар, біздің кітабымыз ақылды балақай деп аталады. Балалар, бұл кітаптың ерекшелігі бізге сандарды, неше түрлі Ақылды балақай кітабына қош келдің. үйретеді. Мынау кітаптың бірінші беті. Мінеки балалар, енді біз кітабымызды іске қосып тыңдап көрейік. Менің елім. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері елтаңба, ту және гимн. Қазақстан Республикасының мемлекеттік елтаңбасы. Авторлары белгілі сәулетшілер Жандарбек Мәлібеков пен Шатаман Уәлиханов. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы. Авторы Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Шәкен Ниязбеков. Тамаша я балалар, керемет екен кітабымыз, я? Өте ерекше кітап екен. Жыл мезгілдері мен ай атаулары. Жыл мезгілдері, я балалар, қазір қандай жыл мезгілі? Көктем. Көктем, Көктемде қанша ай бар? наурыз, сәуір, мамыр. Я, керемет. Балалар, бүгінгі білім ханшайымының алып келген кітабы сендерге ұнады ма? Әрине. Балалар, сендерге осындай өте ерекше, керемет кітап алып келдім, я? Енді осы әдемі ақылды кітапты апайларыңа табыстайын. Сендерге білім нәрін үйретеді. Ал балалар, енді біз білім ханшайымы не дейміз? Балалар, сау болыңыздар. Балалар, біздің кітап бұрышымызға тағы да бір ақылды балақай деген әдемі, өте керемет бір кітап бізге, балалар. Сендерге ұнады ма бұл кітап, балалар? Әрине.